Shawty, take my hand, do you wanna go now? Turn it up, cause we never turn it down. I take you there, take you there, take you there, yeah. Where you wanna go, doesn't even care, yeah, yeah, yeah. Rainbow roads racing in a purple drop top. Shawty next to me and we smoking from the gas, yeah. What the fuck things like, ooh, yeah. She got a shoot like, ooh, yeah. Мынаны жазып болғаннан кейін PlayStation погонайын, бір матч. Мен қазір бір 5 минут максимум көрейін. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бірінші выпуск шықты, көп түрлі реакциялар болды достарымнан, өйткені мен қазіргі аудиториям тек қана достар. Көбісінің жалпы айтқан сыны, сені больше журналист ретінде көрдік те, дизайнер ретінде емес. Сондықтан мен бүгін өзімді дизайнер ретінде таныстырып кеткім келеді. Осы уақытқа дейін жалпы 4 жыл дизайн саласында жұмыс жасап жүрмін. Атырау, Ақтау, Астана, Жезқазған, Қызылорда, Шымкент қалаларында менің жобаларым жасалған. Осы уақытқа дейін негізі басым көпшілігі уақытында фрилансер болып жұмыс жасадым. 1 жыл Атырау қаласында дизайнер болып жұмыс жасап келген жайым бар. Қазіргі таңда Астана қаласында Mood Interiors дизайн студиясындамыз. Осы студияда жұмыс жасап жүрмін. Бірінші выпуста өте көп қателіктер болды. Ол қателіктерді болашақта ескереміз деген ойдамыз. Қазіргі таңда енді Шымкентте түсіріп қойған кадрларды бүгін осы выпуста көретін болса, Шымкентте Максут мырзаның жасаған жобалары, мен оны бірінші выпуста атап өткен екем, болдық деп, бірақ ол жерде көрсетпедік, бір сондай несостыковочкалар болып қалды. Құрметті достар, біз қазір Scrum Coworking орталығына келіп тұрмыз. Оған дейін біз The Game PlayStation және де Rumble жекпе-жек орталықтарын көргенбіз. Бүгін The Game PlayStation орталығын және Rumble жекпе-жек орталығын көретін боласыз. Қараңыздар. Записывается, да? Что, будет по новому? Файл новый? Давай по новой. Леша, все хуйня надо произойти. Құрметті достар, біз қазір Максуттың және оның студиясының жасаған ең үздік жобаларының бірі The Game жобасына келдік. The Game PlayStation, бұл жерде основной. Компьютер, PlayStation, да, общепит. Как он запустился уже больше года, почти 2 года. Изначально здесь было помещение, получается, типографии, такое производственное здание было, промышленное. И была задача сделать тут такой IT-молодежный центр, чтобы студенты, вся молодежь собиралась здесь, развлекались, так скажем, да, встречались тут, многое новое там узнавали о всем. И вот. Задача была, опять же, сделать в стиле лофт, более такой, легкий стиль, так скажем. Стоп! Сіздерге лофт стилі жайлы кішкене мәлімет беріп кетейін. Аталған стиль 1940 жылы Нью-Йоркте пайда болған, және қазіргі уақытта ең заманауи стильдердің қатарына кіреді. Тіпті оны бойдақтарға арналған стиль деп атайтындар да бар. Себебі отбасылық жайлылыққа көбінесе басқа типтер сәйкес келеді. Алайда осындай жастарға арналған қоғамдық интерьерге таптырмайтын стиль осы лофт. Свободный. Тапсырыс берілген бірінші күннен реализация біткенге дейін қанша уақыт етті? Около 5 месяцев, наверное, полгода, вот так, вообще в целом. В этой части располагается общепит, то есть тут любой, даже просто прохожие, работники, неважно, могут зайти, покушать, тут чикен, там. Кірпіштер бұрыннан болды ғой, әлде өрдіңіздер ме? Это стены, получается, специально мы его штробили, чтобы получить такой эффект. То есть там штукатурка, весь вот этот слой убрали, да, получается. Тем самым тут таким образом сокращается бюджет строительства. Не надо закупать отдельный материал. А мынандай раритетный мотоциклдарды қайдан таптыңыздар, қайдан алдыңыздар? Это уже клиенты нашли сами. Былай келетін болсақ, мына жерде Урбак кофейнясы орналасқан. Здесь кофейный островок, чисто такой, кофе с собой.
пришел, забрал. Ну, при желании, опять же, можешь сесть, там, выпить. Қателеспесем, Урба кофе бұл негізі сет, е? Шымкентте бір-екі жерде бар тағы. Да, это сеть кофеин тоже. В этом зале в целом чисто компьютерные помещения, компьютерные места, и вдоль стенок расположены PlayStation. То есть, здесь мы его сделали двухуровневым, так как высота помещения позволяла это делать. Мы, получается, искусственно подняли второй этаж внутри помещения. На втором этаже расположены как кабинки и отдельно VIP-помещение, там PlayStation есть. Санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PlayStation бар, е? Қалғандары компьютер ойнайтын орталықтар. Еще бір қызығы, көп жерлерде байқалмайтын нәрсе, мынандай бильярд және настольный футболдың чисто адамдар уақыттарын компьютердің алдында ғана емес, PlayStation алдында емес, былай бильярд ойнап та өткізуіне болатындай қойған. Просто для развлечения, для удовольствия. Ну, так как это общественное место, оно должно обязательно вентилируемое быть, и поэтому тут учтена, естественно, вся вентиляция, чтобы свежий воздух подступал. Менде бір сұрақ, мен осы достармен алдын келіп PlayStation ойнаған кезде, кондиционер ішінде болмады, өте душно болды. Ну, изначально, по-любому, многие вещи не учитываются, а потом со временем это... Яғни технический открытие болды. Аха, түсінікті. Солай кешіре салайық. Бірақ негізі сол кезде бізге жаман ыңғайсыз болған, душно болған. Элемент, который дает по-своему красоту, это опять же винтовая лестница, тоже по-своему там экономит место и смотрится красиво. И, в общем, она сочетается с концептом. Құрметті достар, бір маңызды нәрсесі, мұнда намазханасы бар екен, себебі қазіргі таңда жастардың басым көпшілігі иманға жақындап сүйіп жатыр ғой. Сондықтан дизайнердің именно осы жағын қарастырғанын, предусмотреть еткені өте маңызды нәрсе. Мен қуанып тұрмын, шынымды айтайын, намазханасы бар екен, мұнда өздерінің VIP зоналары бар. Оның барлығы комфорт сыйлайды ғой халыққа. Рамбл жекпе-жек клубына келдік. Бұл тек қана Шымкентте емес, Қазақстанда ең әдемі әрі ең комфортный жекпе-жек клубтардың бірі болып саналады. Орысша айтқанда бойцовский клуб қой. Сондықтан осы Мақсут мырза бүгін бізге осы бойцовский клубты таныстырады. Так скажем, бойцовский клуб Рамбл. Здесь различные виды тренировок, можно будет приходить и с удовольствием тут тренироваться. И это помещение тоже изначально промышленное помещение. Также, если осмотреться, можете увидеть все конструктивные решения, которые ферма. Только промышленное здание. Интересно, что именно здесь до этого находилось? Тут типография была. Типография, да? И там, и тут. До сих пор сохранились крановые балки, рельсы, по которым двигались сами балки и грузы перевозили. Түсінікті. Байқасақ, мына жағында екінші этаж бар екен? Наверху, в основном, там женский отдел, внизу, получается, уже мужской. Отдельные раздевалки. Комната раздевалки. На первый взгляд тут ничего такого необычного нет, но обычные ящики для переодевания и так далее. Каждый ящик оснащен, получается, электронный ключ. Приходишь, ключ, она открывается все. То есть кто-то другой не откроет, естественно, да? Круто. На каждой двери прописаны мотивационные. Получается, разные, да? Әрқайсысында әртүрлі.
мына жерде байқасаңыздар, если вы будете упорно тренироваться, то выиграете любой бой дейді Мэнни Пакьяоның сөзі. Ал мына жерде болса Майк Тайсонның у каждого есть план на бой, пока он не пропустит удар в подбородок дейді. Әрқайсында әртүрлі осы дизайн мелочах тек негізі. Осындай дүниелердің барлығы негізі бір керемет әсер береді. Здесь еще санузлы, душевые, и кроме этого еще и отдельно сауна предусмотрена. Да. Человек может попариться после тренировок, там, спустить пар. Құрметті достар, Қазақстанда қазір жетпей тұрған дүние ол осындай әдемі жобалар. Біздің менталитетіміз, Кеңес одағының менталитеті негізі эстетикаға көп көңіл бөлген жоқ. Қазіргі таңда осы 21 ғасырда 2018 жылы біз Қазақстанның жастары біз осыған көп көңіл бөлу керекпіз. Осы үшін Аль-Шардари каналы ашылды. Осы үшін сіздерге Қазақстанның әрбір региондағы ең әдемі жерлерді, ең керемет жерлерін міндетті түрде көрсететін боламыз. Бізбен бірге міндетті түрде болыңыздар, тіркеліңіздер, комментариялар жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де қашанда белсенді болыңыздар.